Инвалидтер бар, мысалы үшін деймін да, жалғыз басты бәрі келді, рахмет, Алла разы болсын, бергеніне де рахмет. Келгеннен кейін мынау бәрінен бізге майда шүйден қойып отырмыз, оның бәрін ретке келтірер. Мынау канализация бізді қатты шаршатып тұр. Мына көрші, мынау несі, мынау спорт комплекс, мына кісілер тартып неше күнне 4-5 жаңа не водовоз деймін, не сондай нәрселерден тартып жатыр, мысалы үшін күнделікті сол тартып жатыр. Әйтпесе ана көшеге ағып жатыр, ағылып жатыр көшеде. Ол толтырып жатқан жоқ дейсіз ғой оны? Ол толтырып жатқан жоқ, біз толтырып жатырмыз соның бәрін енді. Қарай енді балам. Бұл енді ертең күн суытса, міне күн суытты уже. Ол ертең қатқаннан кейін не болады ары қарай? Қазір үйден жіберген судың өзі, былайша айтқанда, үйден шығады дейсіз ғой? Үйден иіс шығып жатыр. Одан қала берді. Су ары қарай кетуі қиындау. Қызылорда қаласының замы келді, акимат жаңағы Еркебай Ғалымжан деген. Соған жазған жоқ, соған бардық. Лично соған барып, сөйлестік. Сосын алдына арыз жаздық, Данекерге де арыз жазып алдық. Ответ келді, қолға аламыз, ешқандай нәтиже болған жоқ. Сосын тағы құрылыс замына да бардық, 2 рет бардық акиматқа, соған барып сөйлесіп айтқан кезде бәрін қатырамыз, қасымызда тұрып сөйлесіп команда берді, сендер алыңдар деп. Келді, представитель акиматтан келді, келгенмен Данекердің адамы да келді. Өзінің аузынан шықты. Оны өзі 10 күн болды, бір апта 20 күн болды. Иә, біраз болды. Данекердің адамы келгенде айтты, мына үй қыста жылымайды деп. Мынау беті күн болған кезде жылайды, арғы беті мұз қатып тұрады деді. Бізге қандай сапасыз материал берді, соны біз салдық деді. Өз аузынан. Сосын канализация. Бочка септик қойып қойған сияқты. Бочка сол толады. Ол балдар заниматься ететін жерге бәрі толып кетеді. Ақшасына, өз ақшасына мынау егесі, соны тартқызып жатыр. Мына клиент инвалидтер, көп балалы ана, енді кредит төлейді, балашаны тамағын алады ма? Оны сорғызады ма? Бізге мотордың бір өзі 1 миллион тұрады деді. Оған 2 мотор кетеді, 2 мотор салған жоқ. Осы жыл ба? Осы жыл 24 жыл мартта берілген үй. Әр бөлмеде, залдың бөлмесінде 3-ақ секция батарея тұр. Енді кухняда 4 секция. Енді екеуін ауыстырып қойып жатыр енді. Не істейді? Басқа амал жоқ, ақша жоқ. Батарея, бір батареяның өзі 25 мың тұрады, простойдың өзі. Оны ақша, оның бәрі қаражатқа тақылады. Данекердің адамына представительница отырды, осы прорабқа бірнәрсе отырған қарайтын запас сияқты. Сантехника бәрі сапасы жоқ, унитаз бәрі бракованный еді. И соны істеу үшін келді, сантехника адам жіберді. Екеуін жіберген кезде ақшасына істеді. Тегін істемейміз, ақшасы. Мен лично 15 мыңға істеп берді. Батарейдің бәрін ауыстырып, унитазын бәрін сапасы жоқ, унитазын бәрін ауыстырып алды. Унитаз кішкентай, көп балалы анаға, балдар көп болғасын, балдардың детский унитаз, узбекский унитаз, трещина, бракованный салды. Данекердің өз представителі айтты, бізге қандай унитаз берді, біз соны салдық, бізге приказ берді, соны салыңдар деп, соны салдық деді. Осы бәрін аралап кіріп шықсаңыз, унитазда трещина, сифондар бәрі ағып кетеді, сапасы жоқ, саниттер жоқ. Осындай мәселе. Подвал, сосын мына подвалға келсек, пролетка, ұзын пролетка, төбесінен кіріп шығырылген, астындағында ешқандай опоры жоқ. Бетондар бұлай ертең майсады. Онсыдан фундамент асадқа беріп жатыр, жемінде отырып. Подъезде бөлмелерді, үйлердің бәрін трещина бар. Жителдер виноват дейді. Біздің қай жеріміз виноват? Алғанымыз кеше ғана новый үйдің сапасы жоқ. Материал бәрі сапасы жоқ. Бесай 6 ай болды ма? Иә, 6 ай болған. Ровно 6 ай. Канализация. Ертең бұл қыста қатады, күн суытады. Канализация. Уже бәрін қарап уже трубаға кетіп жатыр судың бәрі. Енді бірінші шажын бәрін яқты ақпаған енді жақтанаға түсу. Қоймаған, былай шетке қойған. Мен қайықтан дұрыстаймын. Балымды ұстап берді. Қайттан орнына басқа ванна келіп, басқа туалет әкеліп, дұрыстап орнына берді. Сосын кухняма қойған несі былай несі қозғалып тұр. Бірақ несі былай қозғалып тұр. Канализация негізі дұрыс істелмеген. Өйткені бұл уже алдында бір насосын ауыстырды, қайтадан кетіп жатыр. Бұл дұрыс нәрсе болса, ар жағы бітеліп тұр, сосын насос күші келмей, ол қайта-қайта кетіп жатыр. Яғни жоба дұрыс емес. Жоба дұрыс емес. Енді оны біз жаңағы Данекер деген компания салған, соған айтсақ, Данекер айтады, біз по проекту істедік дейді. Бізге проект істеді, сонымен істедік дейді. Біздің кінәміз жоқ дейді. Бұл проект қалай істелді, оны бірақ ешкім тексермеген, қарамаған шығар. Бірақ дұрыс істелмеген ол. Одан бұрын сосын біз жаңағы водоканалға звондадық. Осындай мынау суға ақша төлеп отыр ғой халық мына жерде. Канализациямен қосып алып жатсыңдар ақшасын. Мынаны сіздер істесеңіздер, істесек, олар айтады, біз оны қабылдаған жоқпыз. Оны әлі сәулет құрылыс бөлімінде сояқ қабылдаған. Данекерде сөйтіп айтады. Сәулет құрылысқа тапсырып біз
не үйге деген тапсырып кеттік үйді дейді болды. Ары қарай оны шаруа біздікі емес дейді. Біз оны 7 жыл бойы тазаламаймыз ғой. Біз водоканалымыз, біз строительный компаниямыз. Біз оны істеуге міндетті емеспіз деп басын алып қашып отыр. Водоканал ол басын алып қашып отыр. Мына акиматқа барсақ, олар біз айтып жатырық істемей жатыр дейді. Короче айтқанда бір-біріне сілтеумен сол айдан келіп айналып жүр бұл нәрсе. Уже детский площадка, мына балдар ойнайды мынада. Қанша балдар далаға кешкісін шығады. Мына сасып жатыр мына жерде. Иісі деген мына жерге осы тұрғанда бұрқырап тұр иісі. Қанша бала жүр, ертең ауырса ше. Сіз қаяққа қарайды мен түсінбеймін. Олар да келіп осыны қарау керек, қадағалап. Сондай орган сол үшін мемлекеттен ашылған мекеме ғой. Ертең бір нәрсе балдар түсіп кетіп ауруға ұшыраса кім жауап береді мысалы? Ауруымен кешегі мына